бір оқырман жазып жіберді. Мүмкін менің бұл алдыңғы істеп жүрген күнәларымның бір жемісі шығар деп ойлаймын кейбір кезде. Аллах тағала мен баламды баламен сынап қойды дейді. Баласы жаңа сіз өзіңіз айтпақшы интернетте қазір шылт еткен рекламаның видеоның арасынан жағдайы жоқ мүгедек балаларға көп шығып кетіп жатыр, кәсіби колдыққа салыңыздар деп. Көбісі айтады, ата ана айтады, мен істеген қателік күнәларымның жемісі шығар дейді. Bir кезде өзім жүрегім жұбатамын дейді. Аллах тағала сүйген құлдарын аурумен сынайды ғой. Екінші жағынан да өзімді жүрегімде үміт болады дейді. Осы мәселе жалпы адамның күнәсі істеп жатқан істеген күнәсі алдағы өміріне әсер ете ма? Егер де оны қандай сынақ деп қабылдаған дұрыс? Жалпы сол жайында айта кетсеңіз. Қазеке, керемет сұрақ. Бұл сұрақты қойған адамның өзі Алладан үміті бар, уайымы бар адам ғой. Кейбір адамдар бүйтіп айтады басына іс түскен кезінде, неге маған сондай іс түсіп кетті? Жүрегім тап-таза еді ғой дейді ғой. Тап-таза, медицинский спирт сияқты тап-таза еді ғой жүрегім дейді ғой. Не жаздым мен дейді ғой. О, Құдайдың құдіреті, не жаздым мен, не істеп қойдым мен, пәк едім ғой дейді ғой. Мына нәрсені айтып тұрған адам, бұл өзінің күнәсін мойындап тұрған адам бар ғой, бұл өте иманы жақсы адам бұның. Екі жақтан айтайық, Қажеке. Біріншісі, имам Шафиғи деген кісі болған. Сол кісі айтады, кім мынау дүниеде бір жақсылық істесе, не болмаса жамандық істесе, соны көрмей өтем десе, оны жындылардың қатарына қосыңдар дейді. Кез келгеніңіз. Ал егер көрмей өтіп кетсе, құтылдым деп ойлап қалмасын, Алла тағала 7 ұрпағының бірінен қайтарады дейді. Тұқым қуалайды бұл нәрсе. Әдет тұқым қуалайды. Жамандық тұқым қуалайды. Ауру тұқым қуалайды. Алла тағала Құранда айтады: "Фаман яъмал мисқала зарратин хайран яра, ва ман яъмал мисқала зарратин шарран яра." Мысқалдай, зәредей, шаңның тозаңындай жақсылық үшін қарымын аласың, дәл сондай жамандық үшін қарымын аласың дейді. Біріншісі, бұл дүниеде егер де кімнің басына іс түсіп, қиындық түсіп жатқан болатын болса, не дейді, бұл әлбетте оны сынақ болуы мүмкін ба деген сөз болмайды. Бұл сынақ. Бұл сынақ. Біріншісінен ол не дейді, мынау дүниеде дейді, біреудің басына іс түссе, ол оның бұрынғы істеген күнәларынан дейді да. Екіншісін айтады, біліп алсын дейді. Осы басына түскен іс сол бұрынғы күнәларына кафарат болады. Бұның жақсылығы бар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, жақсылығы бар оңға жақсы болды, ауырған деп отырмайсың. Ақыры ауырды ма, енді өз-өзіңді жеме, дұрыс жағын ойла дегеніміз ғой ол. Айтсам дұрыс болды, балаң ауырған жақсы болды, сауап болды деп отқан жоқпыз ғой. Кейбір ана тікесінен түсінетіндер бар ғой. Оларға айтайық, бұл енді басыңызға іс түскеннен кейін, мә, не істейміз енді деп басыңды бар күшпен ұра бергенде ол артқа қайтпайды ғой. Не істейміз? Енді біз бір-бірімізге жұбату айтамыз. Жұбатудың екінші түрі сол. Онда біліңіз, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, кімге басына іс түссе, қиыншылық, жоқшылық, ауру сырқау, кішкентай әйтеуір бәле жала сондай, үйінде, отбасында, бала шағасында керек десең, аяғына тікен кіреді ғой, кішкентай ғана тірлік. Сол дәрежеге дейін Алла тағала оның күнәларын кешіреді дейді. Тек не істеу керек? Сабырлық қылуымыз керек. Біріншіден, біздің басымызға іс түскен болатын болса, ол біздің қателіктерімізден. Ал егер қателіктеріміз жоқ деп ойлайтын болсақ, онда Алла тағала сізді сынап жатыр. Ал біздің қателігіміз жоқ емес қой, Қажеке? Қателікті күнде қанша жасаймыз біз? Ал именно осы көп жерде айтып жатырмыз, ескерту. Бұл мен өсиет, ұсыныс деп айтайын, бірақ адамдар оны ескерту деп түсінсін. Мүгедек балдар көп туылып жатыр ғой. Ол қайдан туылады ол? Не үшін мүгедек көп туылады? Оның ұрығында дұрыс емес бір нәрсе болған. Қараш, есірткі шегіп келіп қосылатындар бар. Арақ ішіп келіп қосылатындар бар. Шариғаттан айтпай отыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты, арақ ішкен адамның 40 күндік дұғасы қабыл болмайды деп 40-ты айтты ма? Медицинада не дейді? Адамның ішкен жеген нәрселері қанында 40 күнге дейін жүреді дейді.
Қаныңда жүреді. Бүкіл о қаның деген сөз, қан сенің бүкіл денеңді айналады ол Қажеке. Қазір қай жер ең кішкентай деген жеріңе ине тыққан шығады. Арақ ішіп келіп қосылғандар, біліп ал сенің ұрығыңда бұл арақтың дәні бар. Есірткі шегіп келіп қосылғандар, біліп ал, есірткі сенің ұрығыңда бар. Шошқаның етін жеп келіп қосылғандар, біліп ал, бұл шошқанды айтайық, бұл жақсы нәрсе емес қой. Шошқа ең харам хайуан ғой бұл. Шошқаның өлісі де, тірісі де, терісі де, еті де, бүкілі харам. Шошқаның соншалықты харамдығы, бұл шошқа денесіндегі микроб 1000 градусқа қайнатсаң да өлмейді екен ғой, бұл харам ше. Оны жеген адам не болды сонда? Оның ұрығында шошқаның ұрығы бар ғой. Шошқа не дейді? Біздің аталарымыз бұрын бекерден бекер айтпады, біз жылқы мінез халықпыз деп. Не үшін айтатын еді? Өйткені ол жылқы жейтін. Енді қазір шошқа бағып жатыр, құдайлар беріп тұр, біздің қазақтар шошқа бағып жатыр. Не істейсің? 30 жылдан кейін шошқа тектес халық болайын деп тұрып қой енді. Сол шошқа жеп келіп қосылғандар, тұқымың таза емес. Тазалан. Міне, осындай енді себептері көп. Біздің аталарымыз өте дана болған ғой. Руды бөліп ше, бөтен жақтан алдырған. Не үшін десе, тұқым жақындаған сайын ауру көбейеді. Балада ше, осы бір рудан жақын жерден алатындар бар ғой. Оларда жаңағы инвалидности бар адамдар көбірек туылады. Тұқымды жаңарту керек. Алыстан алу керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, алыстан алыңдар деп. Оны біздің аталарымыз бір румен алыспайды, 7 атаға дейін алыспайды деп, оны біздің аталарымыз ол қағиданы қойып кеткен. Бізге уайымдайтын іштер жоқ, бізде қазақтар оны жақсы танамыз оны. Сол себептерінің бірі, және жаңағы харам нәрселерді жеу, бұл сенің балаңнан осындай инвалидность пайда қылады. Біріншісі. Екіншісі, және осы харам жеу, бұл дұғаның қабыл болмауына да бағана себеп болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір кісі дейді, әбіржіп кеткен дұға отқан кезінде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бұның дұғасы қалай қабыл болсын? Ішкені харам болса, жегені харам болса, кигені харам болса, қалай оның дұғасы қабыл болсын дейді. Бұл харамды жеу сенің дұғаңның қабыл болмауына себеп болады. Біріншісі. Екіншісі, мына еркектерге айтып жатырмыз. Ақыры енді еркектер көтермейді, әйелдер ғой көтеретін. Біз көтеріп қойып, не болды деді, оған тағы жанына сумка көтеріп қоямыз ғой біз оған тағы. Бізге ұят қойып сумка көтерген. Біреу көріп қойса, өмір бойы кетесің ғой, Нұрсұлтан сумка көтеріпті деп. Интернетке шығарып жібереді ғой. Бұл әйел ана қарыннан бөлек сумканы сатып қояды. Бұл темекі шегіп, WhatsAppта бір қолын бүйтіп береді өзінің еркектер. Еркек қой бұлар ше. Бұлар анау әкем жүрген еркек болып, мен де жүремін дәл солай деген тема ғой бізде. Бірақ әйелің жүкті кезде ше, әйеліңе жәнің ашмаса да ше, қазір еркектердің кез келгеніне қарасаң, мен адам болып отырмын, мен адам, бұл бір түрлі дейді ғой, бір түрлі деп жүр ғой. Бірақ қанша жерден әйеліңе ренжіген болсаң да, басқа қалсаң да біліп ал. Ей, Нұрсұлтан, мына сөзді қалай түсінесің? Сен ертең өлесің ғой. Сенің тегің, ұрпағың келе жатыр артында. Ол әйел сенің ұрпағыңды көтеріп келе жатыр. Ол сенің ұрпағыңды туайын деп тұр. Ойлаш, бір сенің руың не? Ағылшынмен. Міне, Дулаттан тарағанбыз біз. Мен келіншегім Дулат. Дұшпан. Қара. Дулат атамыз бір адам еді ғой. Дулат атамыздан 4 адам, Сиқым, Жаныс, Ботпай, Шымыр, Дулаттан осы 4-еуі таратта. Бұл 4-еуінен білесіз ба, Қазақстанның қазір қанша мыңы құрайтын, қанша миллионы осының ұрпақтары екен бір адамнан. Сен біліп ал, анау сенің әйелің, сенің бір еркекті ма, біреуді көтеріп жүр ғой, ол ертең бір қауым болайын деп тұрған адам ғой. Сен қалай оған барып арақтың материалын араластырып толтырасың оны? Және әйеліңе қара.
Екі қабат кезде әйелдер, қазіргі балдар черепное давление дегенмен туылып жатыр, дұрыс па? Ол кредиті жоқ, басқасы жоқ, ол анасының ішінде жатып кредит алған жоқ қой. Не болмаса анасы кредит алған кезде ол қол қойған жоқ, дұрыс па? Қайықтағы давление ол өспей жатып, шықпай жатып, қандай давление ода? Ол шешесінің жүкті кезінде шешесінің көңіл күйі дұрыс болмаған. Балаға әсер етеді. Керек десең мынау дәлелдеп береді, УЗИға түсірсін да, тексерсін да, әйел адам ашуланған кезінде бала тырысып қалады екен. Әйел адам қуанған кезінде ана бала тепкіленіп ойнап аунайды екен. Ол жаны жоқ болса, ол немнесін көтеріп жүр. Ол жаны бар, ол кәдімгі өмір ол ше. Сенің балаң өсіп келе жатыр. Ал сен оны аласында, білесің ба, сен кеше, бүгін деп, мен, сен деп отырасың ғой. Жоқ, шыда, әйелің туғанынша көңіліне қара. Өйткені Құдайдың құдіреті, біздің қазақ жігіттері бар ғой, өзі біз жануармен айналысамыз ғой. Біз ана, осы әсіресе мен осы жағдай жақсы, осы жұлдыз болып жүрген жігіттер көбінесе жылқымен айналысады, қызығады андай, текті аттар ұстағанға, дұрыс па? Ол текті атты, ол ана арақ ішіп алған, ана арақ, мысалы осында арақ ішкен атқа қашырмайды оны. Бұлар бастары істейді ғой. Олар ана пада бағып жүрген сүмелек айғырға қашырмайды оны. Оны басқа біреудің текті айғырына ақша төлеп, миллион ақша төлеп қаштырады. Яғни сол бие жаңағы текті айғырдың құлының туғанынша анау қатынына үйтіп қарамайды анау. Укол салады, сипалайды, жылы жерге қояды, астына көрпеше төсеп қояды, белін орап қояды, оны барып ана қатынын айтпаған жылы сөздерді соған айтады. Лайка деп оны сипалайды, оны ше, артын сипалайды, үстін сипалайды. Құдайдың құдіреті ше. Рас та, жүдеп отырып анау тудырып алады ананда. Құдайдың құдіреті ол, аттың тегін сонша уайымдадың да, неге өзіңнің тегіңді солай уайымдамайсың? Сөйтіп алып өскен, туылғаннан кейін, мына бала что-то біртүрлі болып туылды дейді. Сен оны біртүрлі қыласың. Сол қажеке бұл нәрселер. Дұрыс